Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacy. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Нұржан Кизет. Қалайсыңдар достар? Менің арнамда көптен бері видео шықпай кетті. Сол үшін сендерден кешірім сұраймын достар. Бүгін мен сендерге бір топовый челлендж дайындап қойдым. Винчестер немесе дробаш. M14 дейді ғой былай. Короче, бүгін сол екеуін салыстырып көретін боламыз. Видео қызық болса, осы бастан лайктарыңды басып қойыңдар. Осының алдындағы конкурсты мен осы жақын арада шығаратын болам. Сендер еңбекті бағалап, лайкты басыңдар. Лайк басу ол еңбекті бағалау деген сөз. Видеоны көріңдер, давай кеттік. Бірнеше раунд бізде Данист болатын. Данисттан Винчестер жеңді. Бұл тренировка алаңындағы автомат таңдайтын жер. Өздеріңіз тексеріп көрулеріңізге болады. Бұл раундта Винчестер жеңді. Есеп әзірше 1-0. Қалай десеңіздер, жасыл жанып тұрған жер ол Данист мықты деген сөз. Ал дробашта ол жер жоқ. Келесі раунд. Ал достар, екінші раунд бізде магазин болатын. Магазине Винчестер жеңді, дробаш жеңді. Өткені дробашта алдық, Винчестерде 2. Келесі раундымызға кеттік. Әзірше есеп 1-1. Достар, келесі раунд бізде урон. Уронды мен өзімнің достарымнан сұрап көретін болам. Мен Винчестерге жақтасам, қазір там дробаштың жанкүйерлері әдетсіз болды дейді. Сондықтан мен достарымнан сұрайым. Олардың жазғандары көздерінің алдында тұр. Кеттік. Достар, менің сараптауым бойынша екеуі теңбе-тең болып қалды. Екеуі де ближний оружие. Қайсысы сендерге ұнайды, соны жазып кетіңдер. Ең көп лайк жинаған комментария ұтты деген сөз. Мысалға, Винчестер көп лайк жинаса, Винчестер ұтты. Осымен видеомыз аяқталды. Қош сау болыңдар. Видео ұнаса лайктарыңды басыңдар. Давайте.